Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Салтанат Құрманқызы. Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтар болса комментарияға жаза кетіңіздер. Бүгін біз осындай макаси тоқитын боламыз. Балаларға арналған. Ол үшін бізге қажетті крючок номер 3, табан, гелевый табан, ішіндегі ұлтарақ алынады, және жіп, кокор деген жіп, хлопок, таза хлопок. Қазір біз мына табанды обвязка жасаймыз. Табанға обвязка жасаймыз. Әрбір тесіктен 2 столбик без накида жасап, табанды толығымен айналдырып тоқып шығамыз. Бұның размері 24-25 балаларға арналған табан. Ішіндегі ұлтарағы алынады. Және де стиралкада жууға болады 30 градус температурада. Достар, дәл осылай бір петляны өткізіп алдық. Ана бізде кішкентай қалдық жіпті, қалып тұрған жіпті, қалдық жіпті осы жерге обвязканың ортасына тоқып жібересіздер. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар дұрыс болады. Сосын кішкене артық қалған жерін қиып тастайсыздар. Әрбір петляға 2 столбик без накида жасап отырасыздар. Осылайынан айналып, толығымен айналып шығасыздар. Обвязка жасаған кезде жақсылап тартып тоқисыздар. Бос қылып тоқымаңыздар. Мінекей достар, мен толығымен айналып шықтым. Енді мына жерде соединительный петля жасаймыз. Бірінші іліп алған петляға соединительный петля жасаймыз. Тек қана ешқандай ілмейміз. Тек қана осылай соединительный петля жасап тартып тастаймыз.
мінекей мына жерде 2 петля қосып екінші қатарға көшіп жатырмыз. Қазір біз осылай мұқият қарауымыз керек. Бізде бірінші қатардың ортасындағы петлядан бір столбик без накида жасаймыз. Одан кейінгі петлядан бір столбик без накида жасаймыз. Достар, мұқият болыңыздар, әрбір петляның бірінші қатардың астындағы петлядан бір столбик без накида шығарып аласыздар. Одан кейін жанындағы екінші қатарындағы петлядан бір столбик без накида шығарып аласыздар. Сөйтіп бізде бір ұзын, бір кішкентай петля шығу керек. Бұл бізде узор болып саналады. Соған мұқият болыңыздар. Басында түсініксіз болуы мүмкін. Мұқият қарап шығыңыздар видеоны, мұқият тыңдаңыздар. Және де жіпті тартыңқырап тоқыңыздар. Бірақ қатты тартып жібермей, не қатты бос қылып жібермей тоқсаңыздар, өз формасын шығарады. Бұл тоқылу техникасын түрлі аяқ киімдер тоқуға қолдануға болады. Бұдан да басқа кроссовки тоқуға қолдануға болады. Бұл узор өзі әдемі болып шығады, бір жағынан аяқ киімге әдемі форма береді. Біз міне екінші қатарды тоқып, аяқтап келе жатырмыз. Қазір жаңағы жіп түйілген жерге дейін тоқимыз да, жіп түйілген жерден әрі қарай біз 2 петля қосып, сол жерден жіпті түйіп, екінші жағынан 2 петля қосып, әрі қарай дәл осындай узорды тоқимыз. Жалғастырамыз. Бізде ол уже үшінші қатар болады. Бір, екінші петляны қосамыз да, жіпті түйіп тастаймыз. Неке осылай теңестіріп отырып тоқсаңыздар, ешқандай да шатаспайсыздар. Енді осы жерден 2 петля қосамыз, столбик без накида.
2 столбик без накида қостық. Енді осы жерде біз ең бірінші қарап алыңыздар мұқият. Бірінші петля ұзын болса, біз оның алдынан кішкентай петля тоқимыз. Қатардағы петлядан столбик без накида өткіземіз. Мұқият қараңыздар. Бір ұзын, бір кішкентай петля бізде шахматном порядке чередоваться ету керек қой. Бізде міне кішкентай петля, оның үстінен біз ұзын петля шығарып тоқыдық. Енді соның жанынан кішкентай петля тоқимыз. Дәл осылай төрт осындай узормен 4 қатар тоқуымыз қажет. Біз қазір екінші узормен екінші қатар тоқып жатырмыз. Бірінші қатар бізде столбик без накида болды тек қана. Екінші қатардан бастап бізде узор килікті. Екінші, үшінші қатар бізде узормен килікті. Бірақ узордың қатары қазір санағанда 1-2 болып тұр. Енді дәл осындай 2 қатар қосып, бас жағын тоқуға көшетін боламыз. Мінекей біз үшінші қатарға көшіп жатырмыз. Узор бойынша үшінші қатар, ал жалпы санағанда төртінші қатар. Дәл осылай қайталайсыздар. Үшінші, төртінші қатарды дәл осындай узормен қайталап шығасыздар. Мұқият болыңыздар.
Егер де видео түсініксіз болып жатса, осы узор бойынша жеке видео түсіріп көрсетейін. Маған комментарияға жаза кетіңіздер. Видео түсініксіз болды. Осы узор бойынша, өкше шығару узоры бойынша видео түсіріп жібересіз бе деп. Неке достар, 4 қатарды тоқып болдым. Мына екінші аяқ киіммен салыстырғанда, мына жерде осындай санаған кезде 4 қатар. Салыстырып қарағанда екеуінің биіктігі де бірдей. Узор бойынша әлі бұның үстінен әлі 3 қатар столбик без накида тоқимыз. Біз қазір әрі қарай біз басын алдыңғы
башпай жағынан бастап тоқитын боламыз, алдын шығарамыз. Қазір алдын шығармас бұрын біз осы жерден бастап әрі қарай столбик без накида мен бір айналып шығамыз. Толығымен табанды столбик без накидамен айналып шығамыз. Содан кейін барып жіпті түйіп, осы жерден башпай жағынан табанның алдыңғы үстіңгі формасын шығаруға көшеміз. Мінекей біз жіпті түйдік. Енді бас жағын осылай өлшемізде өзімізге қажетті формада осындай узормен тоқимыз. Бұл узордың ешқандай қиындығы жоқ. Қазір мұқият қарап отырсаңыздар, бәрі түсінікті болады. Дәл осы жерден жіпті қимай, дәл осылай жіпті арасына тоқып жібересіздер. Үлкен башпай жағынан бір петля іліп алдым. Келесі столбик с накидом тоқимыз. Бір петляны тастап, столбик с накидом біреу шығардық. Енді дәл сол тесікке тағы бір столбик с накидом тоқимыз. Бізде осындай узор басталып жатыр. Тағы бір петляны тастап, столбик с накидом тоқимыз. Бұл бізде екінші узор. Тағы да бір петляны тастап, келесі петлядан столбик с накидом 2 санында тоқимыз. Дәл бір тесікке ғана столбик с накидом 2 тоқып отырамыз. Бізде мынау үшінші столбик с накидом узорымыз. Енді төртіншісіне көштік. Бір петля тастап, столбик с накидом бір тесікке 2 рет. Бізде мынау башпай жағы. Енді келесі петляға өткізіп, дәл осылай соединительный петля жасап, жібімізді түйеміз. Жіпті түйіп алғаннан кейін келесі жағына өтіп, бір петляны тастап, екінші петлядан жіпті өткізіп алып, жаңағы тоқыған узордың дәл ортасынан өткізіп отырып тоқимыз. Узордың ортасында тесік болады бізде. Содан 2 столбик без накида тоқимыз. Узордың оң жағында және сол жағында тесік болады. Содан өткізіп отырып тоқисыздар. Біз жаңа бірінші қатарда 4
не жасаған болатынбыз, узор жасаған болатынбыз. 4. Енді келесі мына екінші қатарда бізде 5 узор болады. 5 узор болады. Осыдан кейінгі қатарда 6 болады. Бізде осылайынан узорымыз өсіп отыруы қажет. Мына жерде қазір бізде 5 емес 6 узор болып кететін болса, онда бізде тәпішкеміз, аяқ киіміміз қисық болып тоқылады. Бұл бізде домашний тәпішке тоқыған кезде қолданылған узор. Мына жерде түсініксіз болып жатса, домашний тәпішке тоқыған видеом бар, соған кіріп өтіп, иран жіптен тоқылған домашний тәпішкеге өтіп, сол жерден осы узор жайында мұқият көріп алуға болады. Осы жерде саны 5 болуы қажет. Екінші қатар. Содан кейін 5-ден кейін соединительный петля жасаймыз да, бір петляны тастап, келесі петлядан соединительный петля жасап, арғы келесі басына өтіп, дәл осылай әрі қарай тоқи береміз. Екі жағынан да бір петля тастап отыру керек. Бір жағынан тастап, екінші жағынан тастамасаңыздар, онда тоқымаңыз қисайып тоқылып шығады. Енді өздеріңізге қажетті жерге дейін тоқып көріңіздер. Мен видеоны созбай-ақ қояйын. Әрі қарай қажетті мөлшерге дейін маған қажетті узор 9 узор. 9 узор тоқимын мен қазір осылай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 узор тоқимын.